Barşalarыңызға қайырлы күн, сіздермен мистер Ерба. Бүгін біз дәмі сондай нәзік воздушный салатын жасайтын боламыз. Тәрелкемізге үкішті қойып, кейін көзінен суға піскен бір картошканы өткіземіз. Картошкамызды үкіштен өткізіп болғаннан кейін, видеода көрсетілгендей қалып жайып аламыз. Енді үстіне дәміне қарай тұз себеміз. Видеода көрсетілгендей майонезбен әсемдейміз. Енді үстіне суға піскен 2 жұмыртқамызды үкіштен өткіземіз. Үкіштен өткен жұмыртқаны қасықпен тегістеп шығамыз. Тағы да дәміне қарай тұз себеміз. Майонезбен әсемдейміз. Суға піскен тауықтың етін қолымызбен бөлшектейміз, немесе пышақпен де бөлшектеуге болады. Енді үстіне бөлшектелген тауықтың етін саламыз. Тауығымыз тұздалған болғандықтан тек қана майонезбен әсемдейміз. Енді үстіне ірімшікті үкіштен өткіземіз. Үкіштен өткен ірімшікті қасықпен тегістеп шығамыз. Майонезбен әсемдейміз. Пекин орам жапырағының бір жапырағын алып, оны 4 бұрыштап турап аламыз. Төрт бұрыштап туралған пекин орам жапырағымен салатымыздың бетін әсемдейміз. Міне біздің воздушный салатымыз дайын болды. Егер видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де қоңырау батырмасын басыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.